Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Психология пәні оқытушысы Лекер Тоғанай Нұрбекқызы. Бірінші дәрісіміз сіздермен бүгін талқылайтын, яғни психология пәні әдістері және маңызы лекция сабағы. Сабақты бастамас бұрын, яғни жоспар құрудамыз. Бұл яғни лекциямызда не жайында талқыланады? Психология туралы жалпы ұғым және мақсат міндеттері, психологиялық зерттеу әдістері және психологияның даму кезеңдері. Психология туралы жалпы түсінікке тоқталып кететін болсақ, осы уақытқа дейін сіздер естіген болатынсыздар. Жалпылама психология дегеніміз не? Яғни тереңірек үңілсек. Әрбір ғылымның өзіне тән зерттеу объектісі болады. Психология ғылымы зерттейтін объект, яғни пәнді бірден түсіну қиын, әрі ол күрделі мәселе. Өйткені психикалық құбылыстар зерттеуші адамның дүниетанымдық көзқарасына байланысты. Психологияны зерттейтін объект тіршілік пен өмірдің басқа құбылыстарынан ерекше. Заттар мен құбылыстар туралы адамның елесі, қабылдауы, тілегі, сол заттардың өзінен ерекше болып жасалады. Сөйтіп, бірте-бірте олар адамның психикасы болып аталады. Оған психикалық әрекеттер, қасиеттер, процестер, күйлер, көңілге байланысты тағы басқаларын жатқызуға болады. Мұндай процестер көзге көрінбейді, сонымен бірге олар сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардан да ерекшеленеді. Бұл құбылыстар адамның ішкі жан дүниесіне тән. Психология, психика деген түсініктер гректің псюхе, жан деген сөзінен шығады. Логия ілім, яғни жан деген сөзден шыққан жан туралы ілім деп түсінуге болады. Бұл ғылымның өзіндік таңбасы у, яғни псю деп аталатын грек әрпі. Сонымен психология жан туралы ілім болып табылады. Ол құбылыстарды жүйелі түрде топтастырып, болмыс пен фактілерді салыстыра отырып зерттейді. Қабылдау, ес, ойлау, ерік, сезім деп аталатын тағы басқа психикалық процестер адамның ішкі дүниесі мен бейнелеу қасиетінің күллі жан дүниесінің тіршілігі немесе оның сыры деп аталады. Осы орайда біз психологияның жантану жағдайындағы ғылым екеніне көз жеткіземіз. Психология термині алғашқыда 16 ғасырда пайда болды. Бастапқыда ерекше сезімді психикалық құбылыстар зерттеумен айналысты. Ол құбылыстар әр адамды өзін-өзі бақылау арқылы көре алады. 18-19 ғасырда психиканың зерттеу сферасы көбейді. 20 ғасырда психикалық зерттеулер көптеген ғасырлар бойы жинаған құбылыстар айнасынан бөлінді және өзінің бастапқы жағын жоғалтты. 19 ғасырда психология ғылымы білімнің жеке және әрі эксперименталды аймағы болып қалыптасты. Психология алдымен өзіне субъективті құбылыстарды, яғни адам және жануар психикасын зерттейді. Басқа құбылыстар адамдар мен адамдар арасындағы байланысты реттеп, олардың іс-әрекетін басқарды. Сонымен қатар психология адамдар арасындағы қарым-қатынасты, мінез-құлқын, олардың психикалық құбылысқа байланысын және оған тәуелділігін зерттейді. Яғни ең алғашқы адамдар мен жануарлардың арасында психологияны зерттейтін болса, одан кейін бірте-бірте адамның өзіндік жеке қасиеттеріне, кейіптеріне, процестеріне, психикалық процестеріне тоқталған болатын, зерттеп қарастырған. Психологияның міндеттері, яғни психология алдында тұрған теориялық және тәжірибелік міндеттердің көпшілігіне байланысты қазіргі уақыттағы психология ғылымы қарқынды даму үстінде. Психология ғылымының міндеті, яғни басты міндет деп айтсақ болады, психикалық әрекеттердің даму барысындағы заңдылықтарды зерттеу. Жан құбылысын жете түсінуге мүмкіндік беру, адамды тәлім-тәрбиеге ұмтылту, психологияның басқа ғылымдармен байланысын ашу, ғылыми шығармашылық әлеуметті мәдениетке байланыстылығын көрсету, психология ғылымының қалыптасуын және жеке тұлғаның рөлін зерттеу. Психология кез келген ғылым сияқты әртүрлі әрекеттердің біртұтас жүйесін қолданады. Психология әдістерінің 4 түрі тобын атап көрсетсек болады. Яғни осы орайда біз сіздермен қазір жаңа айтып кеткендей әдістеріне тоқталамыз. Яғни өзіндік зерттеу әдістері не үшін қажет? Яғни адамның психологиясын жете түсініп білу үшін қажет. Ұйымдастыру әдістері, яғни бірінші, яғни оған салыстырмалы әдіс жас ерекшелік іс-әрекеті бойынша әртүрлі топтарды салыстыру. Лонгитюдтік генетикалық жол әдіс бір адамды ұзақ уақыт бойы бірнеше қайтара зерттеу, баланың соматикалық және психикалық дамуын тіркеуді мақсат етеді.
Кешендік әдіс зерттеуге әртүрлі ғылым өкілдері қатысады. Бір объектіні әртүрлі амалдар арқылы зерттейді. Екіншісі эмпирикалық әдістер. Оған бақылау және өзін-өзі бақылау, эксперименттік әдістер, табиғи қалыптастырушы лабораториялық, психодиагностикалық әдістер, тесттер, анкеталар, сауалнамалар, социометрия, әңгімелесу, сұхбат, іс-әрекет нәтижелерін талдау, биографиялық өмірбаян әдістеріне енеді. Үшінші, мәліметтерді өңдеу әдістері, сандық, статистикалық және сапалық материалдарды топтарға бөлу, талдау. Төртінші, коррекциялық әдістер, аутотренинг, топтағы тренинг, психотерапевтикалық әсер ету әдістері, оқыту. Яғни негізгі әдістер ол бізде бақылау, іште өзін-өзі бақылау, сыртта эксперимент, лабораториялық, табиғи деп бөліп қарастырамыз. Және екіншісі қосымша анкета, тест, әңгімелесу, модельдеу, сұхбат, сұрақ, математикалық, статистикалық, конспект, анализ. Яғни ең көп қолданатын жаңағы әдістердің бірі негізгі әдістер және қосымша әдістер деп айтсақ болады. Көп жағдайда адамның өзін-өзі жеке өзіне келген кезде негізгі әдістер қолданылады және қосымша әдістер тест, анкета, сауалнама, оны сіздер оқушыны, баланы бақылаған кезде қолдануға болады. Яғни психологияның өзіндегі ең басты қолданылатын әдістері осылар болып табылады. Эксперимент лабораториялық табиғи, яғни экспериментте көбінесе жаңағы өзі айтып кеткендей коррекциялық әдістерде балаларға қолданатын лабораториялық эксперименттерді жүргізу. Яғни психотерапевтикалық жаңағы психиатрлардың жүргізетін әдістерін көбінесе қолдануға болады. Психологияның жаңағы даму кезеңдерінің негізгі сипаттамасы психологияның дамуы 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі, яғни психология жан туралы ғылым, екіншісі психология сана туралы ғылым, психология мінез-құлық туралы ғылым және психология психика механизмдері мен заңдылықтарының фактісінің дамуын зерттейді. Адамның психикасын, психологиялық таным процестерін, психологиялық типологиялық ерекшелігін, жеке адамның даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым болып табылады. Бүгінгі тақырыбымыз, яғни жаңағы шағын психологияға бастама кіріспе ретінде қарастырған болатынбыз. Қысқаша, яғни лекциямызды ары қаратай сіздермен толықтыру мақсатында келесі сабақтарда жалғастырамыз.